Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ақылды уәзір. Иран патшасы Фаридунның бір жақсы уәзірі бар еді. Ақылды, саналы, зейінді адам болатын. Ең алдымен Аллахтың ризалығын ойлап, патшаның бұйрығын одан кейінгі орынға қоятын. Bir күні bir адам билеушіге барып, «Уа әділетті сұлтан, уәзіріңіз сізге жасырын дұшпандық жасап жүр. Қазаныңыздан барлық жауынгерлерге қарыз таратуда. Қарызды патша өлген күні қайтарасыңдар» дейді. «Қазынаға қол салумен қоймай, сіздің өліміңізді тілеп жүр» дейді. Фаридун патша дереу әлгі уәзірін шақыртты. Оған қабағын түйе қарап, «Қасымда досым болып жылбырап, көзімді ала бере маған дұшпандық жасап жүргенің не?» деп дүрсе қоя берді. Сонда уәзір патшаға қатты ұнаған мынандай жауап айтқан екен. «Әділетті патшам, ақыры сұраған екенсіз, айтайын. Мен мынаны қалаймын. Мен сияқты барлық адамдарда сіздің денсаулығыңыз бен жақсылығыңыз үшін дуа етсін. Сол үшін де бәріне қарызға ақша бердім. Алған ақшаларын сіз қайтыс болғаннан кейін қайтаратындығына келсек, төлеуді кешіктіру үшін сіздің көп өмір сүруіңізді тілейді. Сіз халық пен әскердің бар ықыластарымен өзіңізге ұзақ өмір тілегенін қаламайсыз ба?» Міне достар, видеомыздың соңына да келдік. Арнамызды қолдауды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.